Құрметсіңдер ме оқушылар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы робот түрлері және оларды қолдану. Сабақтың мақсаты роботтардың түрлерінің үлгілері және оларды қолдану салаларына мысал келтіру. Ең бірінші оқушылар осы сұрағыма жауап берсеңіздер. Бірінші, робот дегеніміз не? Робот қашан пайда болған? Робот жайлы не білесің? Бұл жерде өз түсініктеріңізді айта кетсеңіздер, берілген алда мен айтатын анықтама емес, яғни өмірде роботты кездестірдің бе, робот дегеніміз не, қалай түсінесіңдер, робот жайлы жалпы өздерің осы күнге дейін не білдіңдер, соны айта кетсеңіздер. Сонымен оқушылар, робот тірі ағзаға ұқсастырып жасалған автоматты құрылғы. Ол түрлі датчиктер, сенсорлар арқылы ақпарат алады және өзіне жүктелген программаға сәйкес әрекет етеді. Алғаш рет робот сөзі чех жазушылары ағайынды Карл және Йозеф Чепектер 1920 жылы енгізген. Робот сөзі чех тілінен еріксіз еңбек ету деген мағынаны білдіреді. Бүгінгі таңда роботты қазақ тілінде құлтемірлік те атап жүр. Роботтар не үшін қажет? Адамдар роботты ауыр әрі қауіпті жұмыстарды, мысалы мина тазалау үшін пайдаланады. Жалпы роботтың анықтамасына келсек, робот екі немесе одан да көп ось бойынша программаланатын, белгілі бір ергестікпен жұмыс істеп, алға қойған міндеттерді орындайтын механизм. Бір сөзбен айтқанда, бір уақытта берілген үш шартқа сәйкес әрекетті орындайтын кез келген механизмді робот деп те атауға болады. Ол қандай механизмді? Сенсор, әрекет, ойлау. Сенсорлардың датчик көмегімен сыртқы әлемнен ақпарат немесе команда қабылдау. Бұл жерде сенсорлар қызметін атқаратын құрылғыларға микрофондар, камералар, әртүрлі электромеханикалық және тағы басқа датчиктерді жатқызуға болады. Әрекет қабылданған шешімнің нәтижесінде қозғалысқа келу, сыртқы әлемге қандай да бір түрде әсер ету. Ойлау сырттан келген ақпаратты немесе команданы түсіну, ойлану. Түсіну және ойлану нәтижесінде әрекеттерді жоспарлау және шешім қабылдау. Осы үш әрекет бізде роботтарда болады екен. Одан кейін енді роботтың негізгі түрлері және қолдану салалары. Бұл жерде түрлері және қолдану салалары туралы айта кетем. Ең бірінші, өндірістік робот. Өнеркәсіпте адамдарға ұқсайтын, бір орында тұрып жұмыс істейтін стационар роботтар жиі қолданылады. Оларға робот станоктар, өндірістік желілер, конвейерлер және манипуляторлар жатады. Яғни бізде өнеркәсіпте завод, фабрикаларда, бүгінгі таңда суретте көріп тұрғандарыңыздай бірінші суретте автокөлік өндірісінде жиі қолданылады. Яғни жаңағы әрлеу, сваркалау, бізде дәнекерлеу қазақша айтқанда осындай қызметтерді бізде бүгінгі таңда роботтар атқарады. Екінші суретке назар аударсақ, ол бізде медициналық робот. Хирургиялық ота жасау, тамырға дәрі жіберу, массаж және тағы басқа жұмыстарға қолданылады. Ең танымал хирургиялық робот ол бізде Да Винчи деп аталады. Оның көмегімен бірнеше хирург операторлар жоғарғы дәлдіктегі оталарды жасайды. Адам ағзасына күрделі ота жасау үшін өте кіші нано роботтар қолданылады. Бұл робот жайлы айта кетсем, бұл робот бізде Да Винчи роботы бұл жүйке жүйесіне және жүрекке ең ауыр күрделі операцияларды жасауға көмектеседі. Яғни ол қарапайым күнделікті былай жеңілдеу ота емес, бізде кәдімгідей үлкен және күрделі ота жасауға көмектеседі. Одан кейін бізде тұрмыстық роботтар ауыр жұмысты жеңілдетіп, көмекші қызмет атқарады. Бұл роботтар хатшы болады, бөлмелерді тазалайды, жануарлардың қызметін атқарады. Мысалы, кейбір бұйрықтарды орындай алатын робот шаң сорғыш, тағы басқалар бар. Жаңа робот ит ол бізде Қытайда жиі қолданылады, өйткені оны бізде Қытайда ойлап тапқан, кәдімгідей ит сияқты жүреді,
көшеде ұстап жүретін да видеороликтар бар, иә, арнайы жаңағы жастар көшеде кәдімгідей қолдарына жіп арқылы осы роботтарды ұстап жүреді. Және қазіргі таңда жиі қолданылатын ол бізде робот шаңсорғыш, робот пылесос. Жаңағы адаммен сөйлеседі, эмоциясын білдіреді және үй тазалауға көмектеседі. Әскери робот әдетте қашықтықта басқарылатын және ерекше қауіпті жағдайларда адамды алмастыра алады. Бұл роботтарға робот мина тазалаушы, робот танк, робот санитар және тағы басқа күрделі мысал бола алады. Яғни бұл адам бара алмайтын жерлерде, қауіпті жерлерде өз міндетін атқарып қызмет жасайтын әскери роботтар. Одан кейін робот мұғалімнің көптеген қызметін атқарады. Мысалы, дауыстап оқиды, бірнеше тілде сөйлейді, тапсырмаларды бере алады. Мұндай роботтар әзірше адамның эмоциясын ажыратып, ол сияқты ойлай алмайды. Оқушыларды ынталандыру, сыныпты басқару сияқты қызметтерді орындай алмайды. Сол себепті де бүгінгі таңда бұл роботтар жиі қолданылмайды. Бірақ бүгінгі таңда Жапония елінде эмоцияны білдіре алатын, егер сен көңіл күйің жоқ болса көтере алатын, көтерілген жағдай болғанда әзіл қалжыңмен бірге жауап бере алатындай роботтарды пайдаланып жатыр. Жаңағы мен айтып кеткендей робот пылесос бізде бүгінгі таңда жиі қолданылып жатқан роботтардың бірі. Сонымен қатар мен оқушыға кірмәшінді айта кетер едім. Үйдегі кәдімгі кірмәшін автоматты. Себебі суды өзі керекті мөлшерде тартып алады, өзіне қажетті суды алады. Ол суды қажетті градуста қыздырады, жуады, таза суға шығарады, одан кейін өзі кептіреді. Яғни осы автоматтандырылған жүйені роботқа жатқызуға болады. Оқушылар үй тапсырмасы бүгінгі әскери роботтар жайлы өздерінің интернет арқылы болсын, өздерің білген ақпараттарды жазсаңыздар. Алғашқы әскери робот қашан пайда болды, робот танк, ұшқышсыз ұшатын роботтар туралы ақпарат, одан кейін адам мен робот. Адам қалай жұмыс істейді, робот қалай жұмыс істейді. Адам мен роботты салыстыру кестесін құр. Яғни бұл жерде адам мен роботтарда жаңағы адамның жұмыс істеуі мен роботтың және тиімділігі, адам жұмыс істегенде осындай тиімділігі болады, робот жасағанда осындай тиімділігі болады. Мысалға роботтың бір артықшылығын айтсам, адамға қарағанда, ол мысалы жалақы сұрамайды, ауырмайды. Сол сияқты ары қарай алып кетсеңіздер. Немесе кемшіліктері. Адам жұмыс жасағанда кемшіліктері, робот жасағанда кемшіліктері. Осылай бір-бірімен салыстырып жазсаңыздар және әскери роботтар жайлы ақпараттарды жаза кетсеңіздер. Яғни осылайша өздеріңіз іздену арқылы роботтардың толық танысатын боласыздар. Яғни балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы осы болды. Қолдану салалары мен және түрлері жайлы айта кеттім. Енді үй жұмысын орындап маған жіберсеңіздер.